Сәлеметсіздер ме оқушылар, 6-шы сынып қазақ әдебиеті сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Сайын Мұратбеков Жусан иісі, аян ертегілеріндегі ерлік. Оқу мақсаты шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау. Ендеше оқушылар, өткен тақырыпты еске түсірейік. Сіздер Сайын Мұратбековтың өмірімен, шығармашылығымен танысқан болатынсыздар. Міне осы Сайын Мұратбеков кім деген сұраққа топтастыру әдісі бойынша жауап жазамыз. Тапсырманы орындап болсақ, оқушылар, мына бір бейне жазбаға назар аударамыз. Негізгі түйіні тағдыр талқысына түскен. Жастайынан жетімдіктің зарын тартқан жетім бала аян бейнесі. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы кішкентай бір ауылдағы балалардың бастан кешкен оқиғасы, көрген ауыртпашылықтары, халықтың басына түскен қайғы қасірет суреттеледі. Сол аяғын жер сыпырғандай көлденең сүйретіп, есі қалмай далбақтап, жүгіріп келе жатқан аянды көргендей болам. Сондайда оның алқына шыққан әлсіз, жіңішке дауыспен: «Ей, мен сендерге бір қызық айтайын ба? Мен бүгін таң алдында түсімде ағамды көрдім. Рас айтам, түнде жатарда ағамның пальтосын басыма жастап, көпке дейін иісін иіскеп жатқам. Ағамның иісі сіңіп қапты, бір түрлі жусанның иісі сияқты жақсы иіс. Мен бүйтіп жағасына мұрнымды тығып алдым да ұзақ-ұзақ иіскедім. Сөйтіп жатып ұйықтап едім, түсіме кірді». Қу соғыстың салған жарасы басқамыздан гөрі аянға қатты батып еді. Тағдыр оған дегенде ештеңесін аямады. Аян қараңғы бұрышта бір уыс боп бүрісіп, екі алақанымен бетін басып, солқылдап жылап отыр екен. Ұзақ жылады. Бір жеті өткен соң, аян балалар үйіне кеткелі жатыр. Көз ұшында бұлдырап, арба кетіп барады. Қара жолдың шаңын бұрқылдатып барады. Жазға салым жусанды төбе жақтан қоңыр салқын самал еседі. Ашқылтым иісі аңқиды, жусанның иісі. Сондайда есіме тағы аян түседі. Шығарманы оқи отырып, күрсінбеген, көзіне жас алмаған оқырман кем дегем-ау. Шағын жанрдың шебері атанған жазушы Сайын Мұратбековтың мықтылығы да сол. Оқырманын самарқау қалдырмайтын. Бірге жетелейді, күрсіндіреді, күйіндіреді, қуандырады. Бейне жазбаны көріп болсақ, оқушылар, мына сұрақтарға жазбаша жауап жазамыз. Аян ауылға кіммен бірге келді? Не себепті келді? Екінші сұрақ: ауыл балалары Аянды қалай қарсы алды? Үшінші сұрақ: Аянның ертегісі қалай басталады? Және төртінші сұрақ: Аян ертегісіндегі ерлік тақырыбы. Келесі оқу тапсырмасы: Жусан иісі шығармасында көтерілген 3 әлеуметтік қоғамдық мәселені жазыңыздар. Екінші, шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.